Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақта деген көңіл күйлеріңіз қалай? Осындай көңіл күймен сабағымызды бастайық. Ол үшін бәріміз тақтаға назар аударайық. Балалар, ойланып көрейікші. Мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Адам өміріне ең басты қажеттіліктерге нелер жатады? Айтып жіберіңіз, бір бұрыннан білеміз бұны. Не жатады? Ауа, Су, күн энергиясы, тағы жылу, тағы жылу және жарық, иә? Жақсы балалар. Енді қараңыздар. Ал адам ағзасы тіршілікке қажетті қоректі заттарды қайдан алады? тамақтан және судан. Тамақтан және судан алады екен, өте жақсы балалар. Ал енді қараңыздар, дұрыс айтасыңдар. Енді адам қоректенгенде барлық заттар пайдалы болады деп ойлайсыздар ма? Иә, неге пайдалы болмайды? Не істейді? Тамақты, суды іштік біз. Бәріміз біздің денемізге сіңіп кете ма? Жоқ, не істейді? Не істейді? Зиян заттар не істейміз? Зиянды заттарды сыртқа шығарып тастаймыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Адам бойындағы мүшелер жүйелі өз қызметтерін атқарып, қоректі заттарды алып, зиянды заттарды сыртқа шығарып отырады екен. Ал енді қараңдар, осы процеске қатысатын адамның бойында қандай мүшелер бар еді? Есімізге түсіріп жүрдік. Қандай мүшелер бар еді адамның бойындағы мүшелерді? Айтып жүріңіз, сыртқы және ішкі мүшелер айтып беріңіздер. Бас бар. Құлақ, мұрын, көз, Тағы ауыз, қол бар, асқазан бар, мойын бар, тағы тікшек бар, жүрек бар, иә? Бұл бәрі біздің денеміздегі үлкен мүшелер екен. Жақсы балалар, ендеше біз сіздермен білімімізді қайталап алдық. Ендеше мына адам ағзасындағы мүшелерге назар аударыңыздар. Ол үшін кітапта да бар екен, пиктограммаға назар аударайық. Бірінші тұрған мүше қандай мүше? Құлақ. Ол қандай мүше? Ішкі мүше ме, жоқ сыртқы мүше ме? Ол сыртқы мүше, иә? Құлақ қандай мүше? Есту мүшесі, иә? Жақсы, құлақ арқылы біз естиміз. Ал енді осы тұрған мүшелерді бір-бірімен байланыстырып көрейік. Ал жақсы қараңыздар. Тағы қандай мүше бар екен? Ал бірінші, мынандай мүше? Асқазан. Тамаша. Ал мынау? Бауыр, иә, жақсы, бауыр. Ал бұлар қандай мүшеге жатушы еді? Нені қорытушы еді бұлар? Ас қорыту мүшесіне жатады. Өте жақсы балалар. Бұлар ас қорыту мүшелер. Біз бұрыннан бұны білеміз. Жақсы. Ал мынау қандай мүше? Омыртқа, жарайсың. Омыртқа қандай жүйеге жатушы еді? Біздің осы тіке тұрғанымыз қандай? Жақсы, келесі мүшеге назар аударыңыздар. Бұл қандай мүше? Жақсы, тамаша, есімізге түсіріп, енді қараңыздар. Ал енді осы мүшелердің ішінде бір-екі мүше қалып қойды. Ал қай мүше қалып қойды? Қуықпен және не? Қуықпен не бар? Қайсысы? Бүйрек. Жақсы, қуықпен бүйрек. Ендеше бүгінгі біздің сабақта осы қуық пен бүйрек қандай қызмет атқаратынын білетін боламыз. Ендеше бүгінгі сабақта біз жас шығару жүйесі туралы қалай жұмыс істейтін тақырыбын өтетін боламыз. Жақсы, мақсатқа назар аударып жүрейік. Бүгін сіздер адам ағзасында жас шығару жүйесімен танысатын боласыңдар және зәр шығару жүйесінің ағза үшін маңызын білетін боласыңдар. Жақсы. Тірек сөздерді айтып жүрейік бәріміз, қолмен оқып жүрейік тез. зәр шығару жүйесі, бүйрек, несепа бар, қуық. Жақсы. Осы біздің балалар барлық мүшемізді басқарып тұратын не? Ми. Жақсы. Енді қараңдар, біз жаңағы тамақты, суды, барлық қажеттіліктерімізді біз өзіміз қабылдаймыз.
иә? Ол не істейді? Біз денемізге сіңеді. Денемізде қалған қалдықтарды сыртқа не істеп шығаймыз? Шығарып тастаймыз. Соны қандай осы зәр шығару мүшесі қалай жұмыс атқарады екен? Қазір мына видеоға қарап, назарларыңызды аударыңыздар. Осы видеодан білетін боламыз. Зейінімізді. Зәр шығару жүйесі бұл адам ағзасындағы жасушалардан пайда болған соңғы өнімдерді, қалдық заттарды, улы заттарды сыртқы орталыққа зәр түрінде шығарып жібереді. Бөліп шығару жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Ол бүйрек, несеп аға, қуық, зәр шығару жүйесінен құралған. Бұл жерде басты орган бүйрек болса. Бүйрек бұл қаннан зәрді жасайды, яғни қанның құрамындағы қажетсіз қалдық заттардың барлығын зәрге айналдырып отыратын ең маңызды орган болып табылады. Ары қарай бүйрек зәрді жасаған соң зәр несеп ағаға түседі, несеп аға арқылы қуыққа барады. Қуықтың ішінде зәр жиналып, қуық бүлдір деңгейге дейін толған кезде адамға сигнал барғаннан кейін адам өз еркімен зәрді несеп шығару жүйесі арқылы сыртқы орталыққа шығарып жібереді. Жалпы зәр шығару жүйесінің негізгі механизмдері, оның құрамы бөліктері осылардан құралған достар. Жақсы, тамаша. Ендеше біз нені білдік? Нені білдік балалар? Зәр шығару жүйесі білдік. Енді бәрімізді тақтаға назар аударайық. Мынау не болса мен? Бүйрек. Иә, бұл зәрді негізгі түзетін орган осы екен. Иә, осы орган екен. Енді қараңыздар. Неге ұқсайды? Қараңыздаршы. Үрме бұршаққа ұқсайды. Үрме бұршақ не екен білеміз ба? Не бұл? Дәнді дақыл. Иә, орысшасы қалай? Фасоль деп аталады. Ағылшысын білесіздер ме? Айтып жеріңізден. Ағылшысы қалай аталады? Қандай дауыс? Жақсы. Ендеше бұның қызметі қандай? Бұл үрме бұршаққа ұқсайтын сырты дөңес. Қараңыздар. Сырты дөңес болып келген. Іші қандай? Ойыс. Енді бұл мүше зәрді бірінші қанды тазартады екен. Тазарту жұмысын жасайды екен бірінші. Қанды тазартады да бүйректің ішінде зәр түзіледі екен. Десе екен, зәрді түзетін мүше осы екен. Енді қараңыздар. Бұл біздің зәр шығару мүшеміздің ең бастысы. Енді қараңдар. Нешеу ол? Нешеу? Екеу. Яғни қандай мүше? Жұп мүшесі. Біздің екі бүйірімізде орналасқан зәр шығару жүйесінің басты мүшесі не деп аталады бұл? Бүйрек. Бүйректен де қараңдар, екі мынандай түтікше тұр. Бұл түтікше бұл несеп ағар деп аталады. Несеп ағардың қызметі ол бүйректе түзілген зәрді қуыққа тасиды, яғни тасымалдаушы қызмет атқарады екен. Екі түтікше бар, ол несеп ағар деп аталады. Несеп ағардан кейін ол қайда келеді? Зәр қуыққа келеді. Мына қуық. Қуық бұл немесе жұмыр, яғни мүше. Жұмыр мүше. Бұның ішінде бұл қуықтың қызметі несеп ағардан келген зәрді жинайды. Жинағаннан кейін біздің денемізге белгілі бір сигнал келеді. Сигнал келген кезде сол зәр не істейді? Сыртқы түтікше арқылы сыртқа не істейді екен? Шығарылады екен. Бұл қандай зат? Зәр. Зиянды ма? Зиянсыз ба? Зиянды зат. Ендеше зәрді дер кезінде уақытылы не істеп жіберуіміз керек? Сыртқа шығаруымыз керек. Бойымызда зәрді ұстап тұруға не істейді? Болмайды. Ол адам ағзасына не келтіреді? Зиян келтіреді екен. Сонымен айтып жүріңіздер. Зәр шығару мүшелеріне не жатады екен? Айта ғой. Не жатады екен? Бүйрек, несеп ағар және қуық жатады екен. Жақсы балалар, өте тамаша. Енді бәріміз оқулықпен жұмыс жасаймыз. Қазір барлықтарымыз бір-екіден бөліп жүрек жүкпен. Қазір жүкпен жұмыс жасаймыз. Сіздердің тақтада мәтін берілген бірінші нөмірлі балалар бірінші мәтіннің бөлімді оқиды, екінші санаттағы оқушылар сіздер екінші бөлімді оқисыздар да оқып алып бір-бірлеріңізге мазмұнын айтатын боласыздар. Ал жақсы, бастаймыз. Жұмысты бастаймыз. Бірінші оқимыз, оқып алыңызға жақында қаламыз. Оп.
tushuntiramiz. Жақсы балдар. Бір-біріңізге түсіндіңіздер ме? Енді зәр шығару мүшелерді нелер жатады екен? Кім айтады? Аха. Бүйрек, несепағар және қуық. Жақсы. Қуық, бүйрек қандай мүше екен? Білек, бұршақа, сәс, мүше. Жақсы. Қызметі кім айтады? Қандай да заты Зәрді көмектесеміз? Түзеді. Жақсы. Келесі несепаға қандай мүше? несепаға мүше тәрізді мүше. Қызметі. Аха. Айта ғой. Жоқ. Сіз айта ғой. Қызметі. Тұрыңыз орныңыздан. Айта ғой. Қызметі. Зәрді. Зат емес қой, да? Зәрді қайда жетеді? Қуыққа жеткізеді. Ал жақсы. Ал қуық қандай мүше? Қатысамыз балдар сабаққа. Қуық қандай мүше? Бұлшықетті мүше. Қызметі. Қуықта зәр уақытша жиналады және де кейін несеп өзегі арқылы шығарылады. Сыртқа шығарылады. Жақсы, тамаша. Өте жақсы түсініп алсыздар. Енді қазір сіздермен бізде зерттеу жұмысын жүргізетін боламыз. Зерттеу жұмысын жүргізу үшін мына алыптарымызға, топтарымызға. Жақсы, енді қазір сіздердің атқаратын қызметтеріңізді тыңдап алыңыздар балалар. Сіздер ақпарат көздерімен жұмыс істейтін боласыздар. Сіздерге берілген зәр шығару мүшелерінің әрқайсысының қызметін жазылған жапсырмаларды әзірлейсіздер. Жақсы, ал топпен жұмыс жасаңыздар.
Бүйрек қайда тазартамыз? Қазан ой. Тазартып, зәр түзетіп, зәрді түзетіп. Жақсы, келесі. Несеп аға зәрді түзетіп. Ал ол зәр жинайды. Зәрді жинайды, және тағы Шығарады. не арқылы шығарады? Несеп Несеп арқылы сыртқа шығарады. Жақсы балалар, дұрыс па? Ендеше бұны біз бас бармақ әдісі арқылы бағалап жіберейік балалар. Жақсы, иә? Дұрыс, жақсы. Тақтаға береміздер. Жақсы, отыра қойыңыздар. Үлкен үш топтың жұмысы. Сіздер нақты бірінші істерді бірінші. Ал тыңдаймыз балалар, сіздер бағалайсыздар ғой. Бүйрек қанды тазартып, зәр түзетіп. Несеп аға зәрді өткізеді. Оқ зәр жинайды. Зәрді жинайды, иә? Толық жауап беріңіздер. Сосын? Және де оны уақытша несеп өзегі арқылы шығарылады. Несеп өзегі арқылы сыртқа не істейді екен? Шығарылады екен. Жақсы. Ал бағалап жүріңіздер балалар. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Тақтаға не қойыңыздар? Бүйрек қанды тазартып, зәрді түзеді. Жақсы, тамаша. Несеп аға зәрді түзеді. Ал ол зәрді жинап, кейін несеп өзегі арқылы зәрді шығарады. Сыртқа шығарып тастайды екен, иә? Сыртқа шығарады екен. Дұрыс па балалар? Ал жақсы. Ендеше бұл топты да бағалап жіберейік. Жақсы, тамаша. Отыра қойыңдар. Ал ендеше топтық жұмыста орнымыздан топтарымыз от шашу арқылы бағалап жіберейік. Орнымыздан тұрайық. Ал кеттік. Жұмыстарыңыз өте жақсы болған екен. Қуаныштан. Жақсы. Сабақты жақсы түсіндірдіңіз. Жақсы. Келесі тапсырма назарыңызды аударыңыз. Балалар, пікірлер алаңына жолдатайық. Ал енді қарап жүріңіздер. Бірінші суретке назарыңызды аударайық. Ал бірінші суреттегі адам не істеп жүр? Жүгіріп жүр. Тағы, не деп айтамыз оны толық сөзбен? Спортпен шұғылданып жүр. Ал жақсы. Сендер спорт секцияларына қатысасыңдар ма? Кім қандай спорт секциясына қатысады? Дзюдоға қатысады екен. Дзюдомен шашки. Тамаша. Бассейнге қатысады екен. Биге қатысады екен. Биге. Сіз? Гимнастика, иә? Шатастырмаңыз. Күрес. Жақсы. Сіз ше? Сіз қайда қатысасыз? Шахматқа қатысады екенсіз. Биге қатысады екенсіз тағы. Сіз? Футбол. Сіз ше? Биге қатысады екен? Биге қатысасыз. Каратэге қатысады екен. Ал сіз? Футболға қатысады екен. Балалар өте жақсы. Барлықтарыңыз үйірмелерге қатысады екенсіздер. Үйірмеге не үшін барасыз? Денсаулығыңызды нықтайту үшін. Тағы? Денсаулықты нығайту үшін мадақтастырың ба? Жақсы. Тағы? Тағы? Денсаулығын нығайту үшін сол спорт түрін үйрену үшін істейсіздер барады екенсіздер. Ал жақсы. Енді қараңыздар. Осы сіздер спортпен шұғылданған кезде не істейсіздер? Терлейсіздер. Денемізден не шығады? Тер шығады. Ал енді қараңыздар. Ол тер қайда пайда болады? Жақсы. Қайда пайда болады? Қайда шығады ол тері? Қайдан шығады тер? Тер денемізден шығады, Ол біздің бойымыздағы қандай заттар? Керексіз, зиянды заттар. Ендеше балалар, зиянды заттар тек қана не арқылы емес, несеп жолы ғана
тері арқылы шығады екен. Сосын біз ауыр жұмыс істейміз ғой, иә? Ауыр жұмыс істейтін кезде адам не істейді? Тері. Сол кезде біздің зиянды заттар денемізде не істейді? Шығады. Ал енді қараңыздар, осы зиянды заттарды денемізден шыққан кезде біз қандай гигиеналық талаптарды сақтаймыз? Қандай гигиеналық талаптарды сақтаймыз? Не істейміз біз? Қолымызды көтереміз. Не істейміз? Жуынамыз. Иә? Сосын тағы да гигиеналық талаптарды сақтайсыңдар. Тісімізді жуамыз, тағы тырнақталамыз, тағы қандай гигиеналық талаптарды сақтаймыз. Сосын шашымызды жуасыңдаршы балалар, жуамыз, тағы тағы қол жуамыз. Қолды қай уақытта жуамыз? Тамақ ішердің алдында, келгеннен кейін, тағы тамақ ішіп кеткеннен кейін, тағы уақытта жуамыз. Иә? Дәретханаға барғаннан кейін қолымызды жуамыз ба? Міндетті түрде дәретханаға барғаннан кейін қолымызды сандап тұрып не істеу керек? Егер де жеке бас гигиенасының тазалығын сақтамаса, біз не істейміз? Ауырып қаламыз, иә? Микробтар шығып, не істеп қаламыз? Ауырып қалатын болады екенбіз. Ендеше балалар, адам терлеген кезде денесіндегі артық тұздар тері арқылы не істейді екен? Сыртқа шығарылады екен. Ал енді қараңдар, біз ас ішеміз ғой, иә? Тамақ ішеміз. Иә? Тамақ ішкен кезде ол қандай мүше арқылы құртылушы еді? Ас қорыту мүшелері. Иә? Ал ас қорыту мүшелерінің қалдықтары не арқылы сыртқа шығушы еді? Түкшек арқылы сыртқа шығады. Иә? Біз бұрыннан білеміз. Ендеше сусындарды ішкен кезде ол не арқылы шығарылады екен? Қандай мүше арқылы шығарады екен? Бүйрек арқылы тазарып не істейді екен? Сыртқа шығарылады екен. Иә? Сыртқа шығарылып отырады екен. Жақсы. Енді сен білесің бе айдарына қараңдар? Оқып жіберген маған дауыстап айырын. Бүйрек арқылы тәулігіне шамамен 1500 литр қан сүзіліп тазарады. Жақсы балалар, біздің бүйрегімізде тәулігіне 1500 литр қан сүзіледі да тазартады екен. Осы қызметті атқаратын қандай мүше? Бүйрек. Ал енді қараңыздар, бір тәулікте қанша сағат бар еді? 24 сағат. Ендеше 24 сағаттың ішінде қанда 1500 деген көп па, аз ба? Өте көп, иә? 1500 литр су не істейді екен? 1500 литр қан сүзіледі да тазарады. Тазарғаннан қалдығынан не пайда болады? Зәрі пайда болады. Зәрі не арқылы сыртқа шығарылады? Бүйректе пайда болады. Бүйрек арқылы қайда барады? Несебе арқылы қайда барады? Қуықта қайда барады? Сыртқа шығарылады екен. Жақсы. Есіңізге сақтап алыңыздар балалар. Зәр шығару жүйесінің негізгі қызметі қанды тазартып, оның құрамындағы зиянды заттарды сыртқа шығарады. Жақсы, дәптерімізді ашамыз да осы деректі жазып аламыз. Жақсы, дәптерімізді ашамыз. Жақсы, дәптерімізді ашамыз. Есіңе сақта дейміз. Есіңе сақта. Ең басты бүгінгі сабақтың дерегін дәптерімізге жазып аламыз. Дұрыс отырамыз, аяқты дұрыс қоямыз, дәптерді көлбеу қоямыз балалар.
Kalanı koyalım. Жақсы, болдық па балалар? Болса, қазір жұптық жұмыс орындаймыз. Қазір алтыларыңыздағы кестені алыңыздар. Жұпты алыңыздар. Енді тыңдап алыңыздар. Қазір қандай іс-әрекет жасаймыз? Жұппен жұмыс. Қаламмен жазуға болады, не болмаса фломастермен де жазуға болады. Зейіндеріңізді бәрін сақтап аударыңыздар балалар. Қазір зиянды заттар, яғни сызбаны толықтырасыздар, қараңыздар. Ағзадан бөлініп шығатын зиянды заттар тері арқылы не шығады, өкпе арқылы не шығады, ішектер арқылы не шығады, бүйректер арқылы біздің денемізден не шығады, соны естейтін жазатын боламыз. Жақсы, жүппен орындаймыз. Орындарыңыздар. Жаза беріңіз. Жақсы, 4 çıktı. Болдық па? Сіздер біттіңіздер, сіздердің топ бітті. Сіздердің топ бітті. Сіздердің топта сіздер бардыңыздар, сіздер бардыңыздар. Болдық па? Жақсы, енді бала, жүкпен алмастырамыз. Сіздер мазық сіздеріңіз, сіздер алайсың. Ана кісілер дейін. Алмастырдық ба? Айналдырасыздар. Енді бала, тексереміз. Дискрипторға назар аударамыз бала. Тексереміз. Қосу, азайту тұнбасын қоямыз. Қате болса, біреу қате болса минус қоямыз. Яғни ол жер минус деген сөз.
Şimdi opaylarımızı koyup koyumuzlar. Жақсы. Алмастырамыз. Алмастырамыз. Әркім өзінің жұмысын алсын. Ал жақсы, балалар қарап жүріңіздер. Қай жұпта 4 бар? Қол көтереміз. Тамаша. 1, 2, 3, 4 жұпта 4 бар. Кімде 3 бар? 3 бар. Сен 3 бар ма? Жоқ, 2 бар ма? Жақсы. Сіздерде 3 бар. Сіздерде 2 бар. Кішкене ойлану керек, жақсы. Тамаша. Сіздерде 2 бар ма? Жақсы. Енді қазір қалыптастырушы бағалау. Әркім өзі орындайтын болады. Тапсырманы аламыз алдымыздан. Ал, тыңдаңыздар балалар. Бәріміз хаттарға назарымызды аударамыз. Бұл тапсырмада не істейміз? Аты жөнімізді жазып қоямыз. Бірінші тапсырмада зәр шығару мүшелерінің атауын меңзер тұрған жерде не істейміз? Жазамыз. Ал екіншіден зәр шығару мүшелері мен олардың қызметтерін сәйкестендіресіздер. Жеке жұмыс. Ешкім ешкімге қарамайды. Қаламмен жасаңыздар. Қаламмен жасаңыздар. Қаламмен. Бұл жеке жұмыс. Қарама, өзің орындай ғой. Өзің ойла. Бүгін бұл өткен тақырып. Сәйкестік қайсыз. Әркім өзі. Еркен аз. Әркім өзі орындау керек. Сіздер бәрі ұқтанып болдыңыздар ма? Сіздер? Сіздерде кім қалды? Отырыңыздар ма бақыттарыңыз? Ал жақсы. Енді өзімізді тексереміз балалар. Дискрипторға назар аударыңыздар. Әр қайсының қасына қол сұлтанбасын қойып отырыңыздар. Екі жауап тұрса, мынау қате, минус. Мынауында минус, мынауын ғана дұрыс. Ұпайларымызды қанша плюс бар, соны жазып қоямыз. Жалпылама жазып қоямыз. Екеуін қосып жазамыз жалпылама. Ал жақсы балалар. Бәрін тексердік па? Кімде алтық бар? Қатқа тұресіз ғой? Алтық бар. Жақсы. Түсіреміз қолда. Кімде 5 бар? Сізде. Сен еш бар? 6. Кімде 4 бар? 4 бар екен, не? 3 бар. 3 бар ма? 3 бар жоқ екен. Жақсы. Енді әрқайсымыздың алдымызда енді қараңыздар, бері қараңыздар балалар. Барлық осы біздің жүйемізді басқаратын не? Ми. Ендеше алдыларындағы ми жүйесі атты бағалау парағын алыңыздар. Аты жөндеріңізді жазып, бүгінгі сабақтан алға
белгілеңіздер. Сосын тақтадағы кері байланысқа апарып салуларыңызға болады. Неше байланыңыз болды? Бәрін қосыңыз. Неше байланыңыз? Қоя тұрыңыздар. Енді балдар, сонымен бүгін не білдік? Не білдік? Қолымызды көтеріңіздер. Адамның ағзасындағы зәр шығару жүйесін білдік. Жақсы. Зәр шығару мүшелеріне не жатады екен? Бүйрек, бес баға және қол жатады. Қол жатады екен. Әрқайсының өзінің атқаратын несі бар екен? Қызметі бар екен. Сабақ түсінікті болды ма? Жақсы, тамаша. Олай болатын болса, кері байланыстарды беріңіздер. Егер де сіздер 19 ұпайлатын болса, жасылға қоясыздар. Сарыға 8, 7, 6-ны қоясыздар, ал 6-дан төмен алсаңыздар, қызылға салатын боласыздар. Жақсы. Жақсы, бүгінгі сабақта алған нәтижелеріңіз өте жоғары екен. Жақсы, екі тапсырма. 46-47 беттерді оқимыз, мазмұндап келетін боламыз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.